5 ұлым бар. Ұлдарымның ең үлкені осы Абылайхан балам. Абылайхан 11 жаста. 4 інісі бар. Абылайханда толған кезде барлығы жақсы болып, ешнәрсе білінбей өсті бала. Сол 1 жастан асқаннан кейін барып сәл байқадық. Жүрмейтіндігі балада, дұрыстап отырамайтындығын. Сөйтіп та дәрігерлерге, невропатологтарға көрсеткен кезде тексерулерден өтіп, сол 2 жасында қойылды. ДЦП спастическая диплегия. Бұл балдарда ем тоқтамау керек. Емді үзбей жасаса, осы жетістіктерге жетеді. Біраз жаңағы қойылған диагноздар азаю мүмкін. Абылайханда спастическая диплегия диагнозы байланысты қатты тырыспадан аяқтары деформация болды. Деформация болғаннан кейін баланы дәрігерлер көріп, ортопед, травматологтар көріп, баламда ота жасауға кеңес берді. Сол 21-22 жылдары балаға ота жасалады, 2 аяғына да. Отадан кейін біз қазір Абылайхан осы қамқорлық оңалту орталығынан ем алып жүр. Астанадағы оңалтуда алатын емдер қазір осы қамқорлықта да сол емдер қарастырылып жатыр. Балам өте ақкөңіл бала, көпшіл, көп дос болған қалайды, намысшыл балам. Осы өзінің сондай, мен осы жаңағы, мен қандай баламды көтеріп, емге апарып жүгіріп жүргенімді көріп, анашым, менде бәрі жақсы болады, мен емделіп кетемін деп. Сондай немен балам өзінің сондай өжеттілік мінезімен жеңіп келе жатыр. Осы жаңағы өзіне берілген ауруды. Денсаулығына байланысты бізде Абылайхан көп жүре алмайды. Абылайхан былай балалармен ойнағысы келеді. Бұл футболды өте қатты жақсы көреді. Маған футбол ұнайды. Қазақстаннан Арслан Имбетов, сосын Бауыржан Исламхан, стадион Орасыл, сосын Тәңір берген сол футболшылар маған ұнайды, сол футболшылар. Анашым, менікі де осы аяғым жақсы болып кетсе екен, жүгіргенде аяғым ауырмаса екен, мен де осы балдар сияқты допты теуіп жүрсем, сол күнге жетсем ғой деп жаңағы сөйтіп Абылайхан сөйтіп менен сұранады. Сол Құда қаласа енді алдымызда әлі асатын белестер өте көп. Ол күнге де жетерміз. Үлкенге иман керек, кішіге иба керек. Адамдар бірін-бірін құрметтеп сыйлау керек, жастарға білім керек, бәрін де білу керек. Азамат бозын алғыр, анашым құнын деп, сол үшін танау керек, биікке самғау керек, бойындағы бәр жақсылықты халыққа арнау керек.